Қазақстанда ұшқан ұшақ жайлы шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арнамыздан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматы әуежайында жанармай таситын көлік тұрақтан шығып бара жатқан кезде ұшақтың қозғалтқышын зақымдады. Алайда оған қарамастан әуе кемесіне ұшуға рұқсат етілді. Әуежай баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға 13 қазан күні шамамен сағат 1:25-те әуе кемесіне жанармай құю аяқталған соң болған. Инженерлік қызмет тексеріс кезінде ұшақ қозғалтқышының қаптамасында ұсақ петкіс заттар анықталған. Қажетті техникалық тексерістерден кейін ұшақтың ұшуға рұқсат етілді. Қазіргі әуежайдың ұшу қауіпсіздігі департаменті оқиғаның мән-жайын анықтау үшін егжей-тегжейлі тексеру жүргізіп жатыр. Жолаушылар мен экипажға келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз. Әуежай жұмысының қауіпсіздігі мен сенімділігі біздің басымдығымыз делінген баспасөз қызметі хабарламасында. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.